ененің келінге біз де талай қиыншылықтан өттік, бәріне шыда деуі дұрыс па? Иә, бұрын аналарымыз шыдады, қиыншылықтарды көрді. Бірақ ол кезде заман басқа еді. Енді қазіргі таңда келіндер көбі үйдің жұмысы емес, көбіне жұмыс істейтін, бала тәрбиелейтін, және де қоғамда өте белсенді әйел аналар болып жатыр ғой, қыздарымыз. Пайғамбарымыз оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, қиыншылыққа сабырлы болуға шақырды. Бірақ әділді болуға да шақырды. Мәселен, кім өзінің отбасына пайдалы болса, ең жақсыларың деген бір хадис бар. Демек, қиыншылықта өмір сүрдім деп, бірақ келінді де сондай ауыртпалыққа итермелеу дұрыс емес деп ойлаймын. Мәселен, әр ана өз келініне қолдау көрсетсе, ол отбасы өте мықты болады деп есептеймін, және де баласы да бақытты болады. Сондықтан ана, ене қолдау және де түсіністік және мейірімді болуы тиіс деп ойлаймын. Сонда ғана екі тарапта да риза болады. Көңілі де бақытты болады, балалар да бақытты болады, отбасы да мықты болады.